Депутаттық сауал Қазақстан Республикасының премьер-министріне бағытталады. Құрметті Олжас Абайұлы, қазір еліміздің тең жартысы қарғын судың астында қалды. Сол баяғы жылдағы әдет, көктем келет, үкіметтің көп уәдесі көлкіп суға кетеді. Тасқынға тас түйін дайынбыз, төтенше жағдай болса төтеп береміз дейтін көпірме баяндамалардан көк түйін пайда жоқ. Осыған байланысты мәжілістің бір топ депутаты су басқан өңірлерге барды, мән-жайға тікелей қанықтық, тұрғындармен кездестік, алдағы уақытта да жағдайды бақылауда ұстайтын боламыз. Апат айтып келмейді дейміз, бірақ қардың қалың жауғанын көз көрді ғой. Мәселе жергілікті әкімдіктер мен үкіметтің арасында байланыстың жоқтығында, салдарымен ғана күресіп жүрміз. Топан су мен сел тұрмақ әлемде цунами, вулканнан қорғанатын шараларды қабылдаған елдер бар. Ал біздің кейбір аудандарда дайын тұруы тиіс қайық пен су етіктің өзі атымен жоқ. Үкіметтің сондағы резерв қайда? Төтенше жағдайлар министрлігінің нормативі орындалмаған. Әкімдік пен министрліктердің арасында байып баға жоқ. Екіншіден, су саласында білікті маман тапшы. Бір ғана болжаммен еш нәрсе шешілмейді. Гидролог, гидротехниктердің кешенді жұмысын көрмедік. Яғни ғалымдарға жағдай жасалмай, еш нәрсе түзелмейді деген сөз. Әр салада өз маман отыру керек. Жоғарыда айтқандай, біз күні кеше мәжілістегі әріптестерімізбен бірге халықтың жай күйімен осы бағытта қолға алынып жатқан шаралармен көзбе-көз танысу үшін Орал, Арқалық, Ақтөбе, Ұлытау, Қоянды және тағы да басқа өңірлерді аралап қайттық. Көргенімді айтайын. Былтыр дәл осы уақытта Қобда ауданындағы топан су шайып кеткен бірнеше үйге Аманат партиясы тарапынан құрылыс материалдарына дейін әперіп, баспана салдыртқан едік. Өкініштісі, сол үйлер тағы да суға кетті. Себебі Қобдадағы құрылысы басталған дамбаны жергілікті прокуратура құжат дұрыс емес деп тоқтатып тастаған. Сондай-ақ тағы бір мәселеге көңіл бөлу керек. Ақтөбе облысындағы су басқан Құмсай ауылында мұнай компаниясы шлюзді бітеп тастап, тасыған суды ауылға қарай әдейі бұрған. Шлюз әдейі жабылғанын айтып отыр тұрғындар. Біз де көзбен көрдік, бұл мәселені жіті бақылауға алу қажет. Дәл осындай жағдай басқа да өңірлерде болуы тиіс. Бас прокурорға да жеке хат жолдаймыз. Сонымен қатар, жалпы баспанасы жермен жексен болып, бала-шағасымен босып кеткен ағайынның тағы бір арыз, арман жеткізейін. Мемлекет басшысының ешкім назардан тыс қалмайды, зардап шеккен тұрғындарға түгел көмек көрсетіледі дегені дертке дауа, көңілге медет. Бірақ комиссия шығынды есептейді. Үйлер салынғанша қанша уақыт кетеді әлі? 4-5 ай уақыт бар. Осы кезде малмен жан бағып отырған ағайын 4 түлігін тастап қайда барады? Малы өрісті, өздері аудандағы колледжде жайбарақат жатпайтыны белгілі. Ертең елдің есін шығаратын тағы бір мәселе бар. Алыстағы ауылдарда суға кеткен үйі, кейбір үйлердің әлі күнге дейін құжаты жоқ. Қора қобысы мен құлағында сырғасы жоқ малдар туралы мен айтпай ақ қойын. Қазақ ауылында қай қорасында құжат жасатқан еді? Қайта ауылында құжат бар. Оларды қайтеміз. Осы жайында ойластыруымыз қажет. Құрметті әріптестер, биылғы тасқынның беті қатты. Төтеннен келген топанға ешкім бейжай қарап отырған жоқ. Осындағы барлық партиялар, әлеуметтік желідегі белсенді азаматтар, мыңдаған еріктілер бір қолдың саласындай, бір үйдің баласындай жұмылып, көмек жинап, халыққа үлестіріп жатыр. Кейбір әріптестеріміз сол әлді өңірлерде жүр. Біз осы жолы шалғай ауылдарда құтқарушыларға ыстық тамақ дайындап, шұлғауы мен шұлғына дейін әкеп беріп жатқан жергілікті халықты көрдік. Әсіресе күн түн демей, қаптап бөгет жасап, әбден қажыған әрбір ауылдың азаматына рахметімізді айтайықшы. Алайда қауіптің басы қайтты деуге әлі ерте. Алда солтүстік Қазақстан облысы бар. Павлодар, Шығыс Қазақстан облыстары тұр. Қатонқарай, Марқакөлде 2 метр қар жауған білесіздер. Торғай даласында көрдіңіздер. Ел қатынайтын жалғыз күре жолды су алды. Тікұшақпен үлкен техникалар ғана жүре алады. Сондықтан осы өңірлерді қажетті азық-түлік, дәрі-дәрмек, жем-шөп қорымен қамтамасыз етуді жіті назарда ұстау керек. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, үкіметке келесі ұсыныстарды жолдаймыз. Қазақстандағы барлық өзендердің жағасының ерекше су қорғау аймағын 4 шақырымға дейін ұзарту және тұрғын үй салу, жер бөлу кезінде өзен көл су қоймасының жағасынан қашық әрі биік жерлерге қоныстандыру. Әрі және таулардан ағатын трансшекаралық сулар құйылатын өзендердің қар мен жаңбыр суы қосылғанда тасып кетпеу үшін жасанды арналар жасау. Аса қауіпті аймақтарда су қоймаларын салу. Сондай-ақ су соратын насостар
Микрофон қосыңыздар депутаттың. Үшіншіден, өзен көлге жақын орналасқан ауылдарды қажетті техника, қайық және арнайы формалармен қамтамасыз ету. Төртіншіден, гидротехник инженер мамандарын дайындауға көңіл бөлу. Бесіншіден, биылғы төтенше жағдай жарияланған жерлердегі шаруалардың барлық ауыл шаруашылық несиелерін төлеуді 3 жылға дейін шегеру мүмкіндігін қарастыру. Құрметпен парламент мәжілісінің барлық депутаттары.